педагогты жұмысқа қабылдау комиссиясының отырысын жасап отырмыз. Өздеріңіз білесіздер, негізі бұл конкурс бізде платформа арқылы іске асады. Біразыңыз көпшілігіңіз сол платформаға өтініш берген болатынсыздар. Сол өтініш бойынша біз комиссия тексеріліп, сол конкурс бұл білесіздер, Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрінің 2009 жылғы 10 шілдедегі номер 338 бұйрығымен бекітілген мұғалімдер лауазымдарының типтік біліктілік сипаттамаларына сәйкес келетін мұғалімдерді қатысып, осы бойынша жасап отырмыз. Бүгінгі таңда біздің сұранысымыз информатика пәніне 1 бірлік бергенбіз, математикаға 2 бірлік бергенбіз, қазақ тілі мен әдебиет пәніне 3 бірлік бергенбіз, ағылшын тілі пәніне біз 1 бірлік бергенбіз, тарих пәніне 1 бірлік бергенбіз, мына географиядан біз 1 бірлік осындай мұғалімдерге конкурс жариялаған болатынбыз. Бүгінгі таңда бізде 35 мұғалім осы өтініш білдірді жұмысқа тұруға. Оның ішінде бізді конкурстық жаңағы біліктілік талаптарға сәйкес қойған талаптары ол педагог сарапшыдан жоғары педагог зерттеуші, педагог шеберді қабылдау болатын. Жаңағы талабымызға сәйкес сарапшы мұғалімдерді алып отыр, ол 9 жыл жаңа туған, мен оқшаны сұранып кетті, үш жаңа деп. Сосын мөлдір дүйсенқызын осы кісілерді алып отыр, қазақ тілі мен әдебиет пәніне 2 мұғалім, 3 мұғалім. Одан кейін математика пәні бойынша бірақ 2 мұғалім түсті, оның ішінде біз жас маманды алып отырмыз, социалдық баяндық курсында екеуі жас маман болды. Бірақ дегенмен ана кісі жұмыс істеген, бірақ жаңағыдай санатын бәрін дұрыс көрсетпеген ол кісі, сондықтан біз осы жас маманды алдық. Одан кейін ағылшын тілінде бізде Самалменен Медет мырзаны алып отыр, Медет мырзаны бізде педагог зерттеушіге беріп отыр. Жаңа енді өзіміз бұл кісіні білеміз, қаншама осы облыстық деңгейде өткен біраз конкурстардың әділқазылар алқасының мүшесі болды, төрағасы болды, жеңімпазы болды, доктор несі бар жаңағы атағы, оның барлығын біз қарап отырмыз. Одан кейін Самал бізде 1 жыл зерттеу мектебінде істеген, магистрант бұл кісі дипломы жүзіп бітірген, сондықтан осындай талапқа сәйкес алып отыр. Одан кейін Шыңғыс мырзаны біз информатиканы алып отырып, 11-ші мектептен тоже педагог модератор. Өзі алдында бір информатик мұғалім алдымыз, ол кісі аяқ астынан оның протоколы бәрі шығып, платформадан еңбек шартынан шығып еді, жұмысқа келмейді, ол кісі отказ бергеннен кейін біз енді өндірістік қажеттілікке байланысты осы кісіні мен осы Абай атындағы мамандандырылған мектепке ағылшын тілі мұғалімінің конкурсына түсіп отырғанын өтінішімін. Және мен негізі Астана халықаралық университетіне магистратура дәрежесін осы жылы бітіріп шыққанмын, бірақ сонда да зерттеу халықаралық мектебінде кішкене жұмыс істеген тәжірибем бар. Енді болашақта осы мектепте оқушыларына үлесімді қосып дамытамын деген үміттемін. Сәлеметсіздер ме комиссия мүшелері, мен Медет Медет Кумангазиевич. Өте осы конкурсқа қатысуыма қуаныштымын. 2009 жылы 2 шет тілі мамандығын Жезқазған Байқоңыр атындағы университетте бітірдім. 2011 жылы сол аталған университетте педагогика психология мамандығы бойынша магистратура бітіріп, 2014 жылы Қазақ ұлттық атындағы педагогика университетінің докторантурасын бітіріп, 2015 жылы қорғап доктор педагогика және психология ғылымдарының доктор атағын алдым. Кейін университет бітіргеннен кейін 2 жыл Сәкен атындағы Сәтбаевтағы мектепте жұмысымды бастап, 10 жыл университетте заведующий кафедра меңгерушісі жұмыс істедім. Алматы менеджмент университеті, Сулейман Демирель университеті, Нархоз университеті, Жампи университеттерінде. Кейін тағы да елге оралғаннан кейін тағы 3 жыл Сәкен атындағы гимназияда жұмыс істедім. Сонымен қосымша университет жылдарында мен қауымдастырылған профессор атағым бар. 2 университетте қазір өзім университеттегі жетістіктер мектепке жарамайтын болғандықтан кейін педагог сарапшыны IELTS TOEFL тапсырып алғанмын. 2021 жылы осы жылы енді педагог зерттеушіге беріп қойдым. Негізі қосымша өзім бірнеше республикалық конкурстардың жеңімпазымын мұғалімдер арасында, оқушыларым да облыстық республикалық деңгейлерде жеңімпаз атанды. Сол әрі қарай балаларды, оқушыларды негізі облыстық деңгейде ағылшын тілінен кейін көтеру менің мақсатым. Сәлеметсіз бе комиссия мүшелері, мен Салахбай Ержанғазин. Осы жылы Қарағанды қаласындағы Бөкет атындағы университетті бітірдім. Жас маман болғанымен балаларға математикада жаңа қолданатын әдістерді үйретемін деген үміттемін. Осы конкурсқа қатысып отырғаныма өте қатты қуаныштымын, жұмалы қуаныштым енді. Бар үлесімді қосам, барлықтарыңызға ұлттана оқу жылға сәттілік тілеймін. Сәлеметсіздер ме құрметті комиссия мүшелері, менің аты жөнім Тоқтамашев Кенжебекқызы. Осы жылы Көкшетау қаласындағы Шоқан Уәлихан атындағы Көкшетау университетінің қызыл дипломын аяқтадым. Дипломдық жұмыстың негізінде дарынды балалар жұмысын ұйымдастыру жылдары тақырыбында баяндамамды оқып 3-ші дәрежені иелендім. Және дипломдық жұмыстың негізінде қазақ әдебиетінен олимпиадалық білім негіздері тақырыбында электрондық қосымша жасаған болатынбыз. Әлі де жарыққа шығару толықтыру керек болады, толықтыру керек. Осы жақында мен Қазбілім оқушылар дайындау орталығында тест тапсырып көрдім. Мен жұмысқа тұру үшін және ол тесттен өттім. Дегенмен мен осында жұмыс істегім келеді. Менің өмірлік басты ұстанымым сұранысқа жолында да болу. Және оны мен 4 жыл бойы оқыдым. Және балалармен тез қарым-қатынас жасай аламын, тез тіл табысамын деп айта аламын. және де оның жұмыс жасағым қатты ұнайды. Сол себепті УБТ-ға дайындайтын мақсаттың бірі мектепті таңдағым келді. Осы конкурсқа қатысып тұрғаныма қуаныштымын. Сіздерге осы конкурсқа қатыстырғандарыңызға
рахмет. Одан кейін есімім мөлдір дүйсенқызы, еңбек етіп өтілім 10 жыл. Қазақ тілі әдебиет пәні бойынша білім алдым. Одан кейін магистратурада қазақ тілі пәнінен педагогика ғылымда магистранты дәрежем бар. Өмірлік ұстанымым абай атамыз айтпақшы адал жер батал тұр дейді. Енді болашақта осы Назарбаевқа Қасым-Жомарт Тоқаевтың да өзінің есімдері бар. Адал адам, адам еңбек, адал табыс жасап, осылай адал табыс жасауға да қызмет ету, одан табысымызды адал табу ойда бар. Енді бәрінде жүктелген жүк өте ауыр ғой. Сол жүкке жауапкершілікпен қарауға тырысамыз. Өзімнің тақырыбым негізінен жеке жұмыс жасауға, балаларды, оқушыларды көпшілік алдында сөйлеу қабілетін дамытуға бағыттағым келеді балаларды. Себебі қазір кез келген ортада үлкен білімі бар балалардың, бірақ оны шығарып жеткізе алу, қазақтың әр баласын мен болашақта мінбеде сөйлейтін бір басшы ретінде көріп, олар шыққан кезде еш қысылмай, біз білімдерімізде ары қарай оны сөйлеп білімін жетілдіру кішкене қиынға соғады. Осы жағына бағыттағым келеді. Болашақта балаларды кішкене өзім жоспарым бар, сол бойынша сізге не жасым келеді. Осы алдағы жоспарлар осы мектептің қабылдап жатсам, осы мектептің дамуына, алдағы жоспарларымызға өзімнің үлкен үлесімді қосқым келеді. Есімім Қарағай Жалғас Бақытжанұлы, тарих пәні мұғалімімін. Еңбек өтілім 4 жыл. Ең алғаш колледжден бастадым, қазақ тілі әдебиеті мұғалімі сол жерде бітіріп, содан кейін тарих пәніне өзім ауыстым. Бала кезден сүйіп оқыған пәнім. Өзім мектеп оқығаннан тарих пәні мұғалім боламын деп мақсат қойғам. Сол мақсатына жеттім. Алғашқы еңбек жолымды өзімнің оқыған мектебім, өзім туған жерімнен бастадым. Ең сол жерден бастайын пісіп жетейін деп мен педагог модератор осы жылы алып отырмын. Жетістіктерін деваттан республикалық, облыстық және аудандық жеңімпазымыз. Оқушылардың да өзім де жеңіске жетемін, облыс бойынша, республика бойынша. Және осы тарих пәні бойынша сарыарқа дарыны бойынша балам 3-ші орын алған облыстық кезеңде. Ол кезде Қарағанды облысы болдық біз ол кезде. Ендігі аудандық кезеңде де жеңіске жеттік, облысқа жолдама алдық. Спорттық жағынан белсенді қатысып жүрдік. Егер осы конкурстан өтіп жатсам, алда өзімді жетілдіріп, балаларымды биіктен көрсеткім келеді, осы өзімді үлес қосқым келеді осы мектепте. Абай мектебінен қатты қалағаным Абай мектебі барғым келеді, ең мықты мектептердің бірі. Өзімді сынақ көргім келеді, мықты бәсекелестердің арасына өзімді айтады ғой, жүйрікті сынау үшін бәйгеге қос деп, өзімді сол бәйгеге қосып көргім келеді. Мен Темеш Жасым Мақсбекұлы, информатика пәні мұғалім ретінде осы Абай атындағы мамандандырылған мектепке конкурсқа түсіп отырмын. Жоғары оқу орным Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті үздікке бітіріп, модераторды сол жылы бітіріп келген жылы алған болатын. Осы жылы 4-ші жыл, Алла қаласа 5-ші жыл педагог сарапшы түсем деп отырмын. Бастапқы жылдары жеткен жетістіктерім көбінесе дизайн жағынан балаларды көп қатыстырамын. Хакатон, информатикаға байланысты республикалық сайыстарда оқушыларым республикаға қатысты облыстық дәрежеден 1-ші және 3-ші орын алып, республикаға солай жолдама алған болатынбыз. Сол алдағы уақытта сіздермен, оқушылармен робот жөнінде біздің информатика программалық тілдері бар, сол жөнінде олимпиадаға балалар дайындаймын деген ниеттемін. Одан кейін бізге бүгін өтінішпен келіп отыр конкурсқа. Қыдырәлі Жалғас Қарсақбай кентінен келіп отыр. Бұл кісі тарихшы, педагог модератор екен, және 3-4 жыл еңбек өтілі бар. Біз тарихшыға оның алдында бір қыз бала түскен. Ол бала жаңа конкурсқа осы. Ол балада уже міне келісім шарты дайын болып келем деген кезде, ол Қарағандыда Нишитқа жұмысқа тұрып соя қалыпты. Сондықтан міне біз тарихшыны іздеу осылай болды енді. Одан кейін жаңағы Дүйсен Мөлдірді айтып отырмын. Жаңағы педагог зерттеуші, бірінші мектепте істеген, педагог сарапшы, зерттеуші боласыз енді. Бірінші мектепте жұмыс істеп отыр, бұл кісі конкурсқа қатысып отыр. Тәжірибелі маман. Бұл кісі де біраз конкурстардың, сайыстардың жеңімпазы, балаларды дайындауда да жетістіктері бар екен бұл кісінің. Одан кейін бізде география пәні бойынша түсіп отырған Жанділдина Ботагөз мұғалім, педагог сарапшы бұл кісі де, Сердел мектебінде істеген, одан тәжірибесі білім инновация лицейінде география пәні мұғалімі болған. Енді тәжірибесі мол, бұл кісі де дарынды балаларды дайындап отырған ұстаз екен. Бір ғана мұғалім түсті? Иә, бір ғана мұғалім түсті. Сондықтан міне осы кісілер, сосын Қопабаева Гүлназ биология пәнінен түсіп отыр. Ол кісіде доктор несі бар, докторский магистрант, педагог сарапшыға тапсырып отыр. Биологияға да 10 сағат деп жариялаған, енді сол кісі жаңағы конкурсқа түсіп отыр. Бірақ оның қатарында жас мамандар да бар, бірақ біз сол кісіні шақырдық енді неге сұхбатқа
осы конкурстың нәтижесін белгілеу үшін. Енді өздеріңізге бір ауыз сөз беріп өтсек, сізге комиссия мүшелері Онда сұрақтарыңыз жоқ болса, кім дауысқа салатын шығарсыз? Комиссия мүшелері өздері қалып, яғни бағалау парақтары жаңағы сәнді бәрі тұр. Өзіне бағаланған парақтар балдармен көрсетілген. балдарды көтерсеңіздер, әрқайсысын өздеріңіз әр пән бойынша бұл жерде үміткер шақырылып отыр ғой. Негізі жаңағы айтып отты, Ғалия Омарғалиқызы платформада өзі балдарыңызды сіздерге қойып берген негізі. Бірақ платформаның біресе жұмыс жасап, біресе жұмыс жасамауына байланысты қазір енді жүйеге енгізіліп жатыр ғой. Сондықтан өздеріңізде екінші кезеңге, яғни собеседование дейміз ғой, кездесуге соған шақырып отырмыз. Енді өздеріңізді тыңдадық. Қазір енді комиссия мүшелері өздері балдарын қоя жатыр. Жетістік біз жағынан шынында да бізге сарапшыдан жоғары, мамандандырылған мектеп болғаннан кейін сарапшыдан жоғары болғаны дұрыс бұл мектепте жұмыс жасаған. Енді бірақ жас мамандардың да ішінде жас маман болып мүмкіндіктер беру керек жас мамандарға да. Сондықтан да қазір енді жаңағы серпіні бар, магистратура бар деген сияқты әрқайсы балмен ескеріледі оның барлығы. Сондықтан сіздер осы платформаның таңдап берген балының несімен жоғары деп келіп отырсыздар. Барлықтарыңызға егер де жұмыс жасайтын болсақ, болашақта жалпы сәттілік тілейміз. Енді барлығымызда енді қайда болмаса да бәрі білім саласына ғой еңбек атқарып жүргеніміз. Жаңа айтпақшы, ол тек біздің мектептің ғана емес, мысалы облыс көлемінде, республика көлемінде жалпы балаларымыз жетістіктерге жетіп жатса, ол ұстаз үшін сол үлкен мәртебе деп есептейміз. Ал біздің қатарымызға қосылсаңыздар, қош келдіңіздер деп айтамыз, егер қосылып жатсаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Жақсы, іске сәт енді. Комиссия мүшелері шығарады, балды сосын егер де өтіп жатып жатсаңыздар, бұйрық шығарылып, сосын жұмысқа қабылданасыздар. Жақсы. Рахмет.